Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен чортопалық жасайтын боламыз. Әр өңірде әртүрлі атайды. Чортопалық немесе кобра, немесе огонек деп атайды. Ал бастайық. Ең бірінші біз қызанағымызды, тәтті бұрыш, жартылай ашты және 1-2 дана ашты бұрышымыздың бәрін жуып тазалап, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сарымсағымыз қажет болады, аспириніміз және осындай хреннің тамыры қажет болады. Егер де сіздерде хреннің тамырын таба алмасаңыздар, міндетті түрде емес, оның орнына осы аспиринді қолдансаңыздар жеткілікті. Енді барлығын ет тартқыштан жақсылап өткізіп аламыз. Таза ыдысымызға құйып, ендігіде сарымсағымызды өткіземіз. Сарымсақпен бірге жаңағы хреннің тамырын өткізіп жібереміз. Бұл чортопалақты біз ешқандай қайнатпаймыз, тек қана барлығын жуып, тазалап, турап, ет тартқыштан өткізіп, ет тартқыш болмаса блендермен езіп алсаңыздар да болады. Барлығын араластырып, бетін жауып қоямыз, болды, дайын. Енді қараңыздар, жаңағы қызанағымыздың үстіне сарымсағымызды, хреннің тамырын өткізіп салдық. Енді бізде тәтті бұрыш пен жартылай ашты бұрышты саламыз. Барлығын араластырамыз. Осы жерде біз енді аспиринді саламыз. Енді кезекте аспиринімізді осылай үгітіп аламыз. Үгіткен аспиринімізді салып, дәміне қарай тұз саламыз. Тұзымызды салғаннан кейін, бір күннен кейін тағы дәмін көріңіздер. Тұз аз болса, тағы да қосымша тұз салсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Енді бұл жерде мен аскөк салдым, яғни кинза мен укропты майдалап турап салып жібердім. Бұны да өз еркілеріңізде, егерде ұнатпасаңыздар, салмай қойсаңыздар да болады. Қақпағын жауып, кішкене салқындау жерге қойып қоямыз. Бір күннен кейін қақпағын ашып қарасаңыздар, көбіктеніп, кішкене көтеріліп тұратын болады беті. Мінекей, жақсылап араластырамыз дағы, дәмін көреміз. Тұз жетпесе, тұзын тағы да салып араластырып қоясыздар. Одан кейін баклажкаларға құйып тастасаңыздар болады. Қараңғы жерде, салқын жерде тұру міндетті. Менде сырлы ыдыста болғандықтан, менде осылай балконда салқын жерде тұра береді. Баклажкаларға құймаймын. Мінекей, осындай сырлы ыдыста отыр. Келесі видеода кездескенше, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.